Әлемнің жеті кереметі адамзат баласының ежелгі дәуірдегі теңдессіз сәулет өнері мен инженерлік шеберлігінің символы. Олардың көпшілігі бүгінгі күнге жетпесе де, тарих парақтарында мәңгілікке қалды. Міне, классикалық тізімге енген жеті нысан. 1. Гизадағы Хеопс пирамидасы, Мысыр. Бұл жеті кереметтің ішіндегі ең көнесі және біздің заманымызға дейін толық сақталған жалғыз нысан. Пирамида шамамен 4500 жыл бұрын перғауын Хеопстың Хуфу құрметіне салынған. Оның құрылысына салмағы бірнеше тонна болатын 2 миллионнан астам тас блок жұмсалған. 2. Семирамиданың аспалы бағы, Вавилон. Аңыз бойынша, Вавилон патшасы Навуходоносор бұл бақтарды өзінің жары Аметист туған өлкесінің таулы ормандарын сағынбасын деп салдырған. Бақтар бірнеше деңгейден тұратын террасаларға орналастырылған және алыстан қарағанда жасыл тау секілді көрінген. 3. Эфестегі Артемида храмы, Түркия, гректердің аңшылық құдайы Артемиданың құрметіне салынған. Ғибадатхана өзінің зәулім бағаналармен және ақ мәрмәрден жасалған әсем мүсіндермен танымал болған. Өкінішке орай, оны Герострат есімді адам атом тарихта қалсын деген мақсатпен өртеп жіберген. 4. Олимпиадаға Зевстің мүсіні, Грекия. Ежелгі Грекияның басты құдайы Зевске арнап мүсінші Фидий жасаған бұл туындының биіктігі 12-17 метрге жеткен. Мүсін алтынмен, піл сүйегімен және асыл тастармен безендірілген. Зевс тақта отырған кейпінде бейнеленген. 5. Галикарнастағы мавзолей, Түркия, Кәрия билеушісі Мавсолдың құрметіне салынған зәулім кесене. Ол тек қабір емес, Грек, Мысыр және Вавилон сәулет өнерінің тоғысқан жері болды. Мавзолей сөзі осы ескерткіштен кейін әлем тілдеріне енген. 6. Родос алыбы, Грекия, Родос аралының кіреберісінде тұрған күн құдайы Гелиостың алып қола мүсіні. Оның биіктігі 30 метрден асқан. Мүсін небәрі 50-60 жыл тұрғанымен өзінің айбындылығымен тарихта қалды. Ол жер сілкінісі кезінде құлап қалған. 7. Александрия шамшырағы, Мысыр, Фарос аралында кемелерге жол көрсету үшін салынған әлемдегі алғашқы маяк.